Көп адамдардың кемшілігі ақшаны үнемдей алмайды. Орынсыз жұмсағандықтан айлықтан айлыққа жеткізе алмай, қарызға бататын кездер көп болып тұрады. Мен бүгін сіздерге ақшаңызды қалай үнемдеуді және де қалай баю керектігі жөнінде 10 кеңес айта кетейін. Біріншіден, күнделікті тұрмыста маңызы бар орындарды, асханаңызды, кіреберіс дәлізіңізді тазалықта ұстаңыз. Ақша лас жерге келмейді. Екіншіден, ақшаны келген күні жаратпаңыз. Жоспарсыз әрекеттерді жасамауға тырысыңыз. Ақшаңызды банкоматтан алмаңыз. Немесе сенімді жерге қойыңыз. Екінші күні біртіндеп жаратуыңызға болады. Үшіншіден, әмияныңыздың түсі қызыл болсын. Немесе қызыл түспен безендірілгені ақшаның көбеюіне әсер етеді деген сенім бар. Әмиянға артық зат салмаңыз. Тек қана ақша және пластикалық картаңыз болу керек. Ешқандай фото немесе түбіртектер, қоқыстар болмасын. Бесіншіден, ақшаны тиын-тебенді белгілі бір ретпен бөліп салыңыз. Ақшаны бөлек, тиын-тебеніңізді бөлек салыңыз. Ақшаны таза қолмен және таңертең санаған жөн. Өзге елдің валютасын әмиянда ұстауды әдетке айналдырыңыз. Ақша табудың жолын біліңіз. Қосымша көздерін қарастырыңыз. Табысты арттырудың екі жолы бар. Бірінші кәсіп бойынша, екінші қаржы нарығында. Ақшаңызды ақша жасайды. Қолыңызға тиген ақшаны мынадай пропорция бойынша бөліңіз. Қолыңызға тиген ақшаны 100% деп ойлаңыз. 50%-ін игілікті іске, ал 25%-ін көлденең шығындарға, 10%-ін мұқтаж туыстарға, 15%-ін өзіңізге жаратыңыз. Ең бастысы көп алуға емес, көп беруге талпыныңыз. Қалай өзіме көп сығып алсам болады деген ұранды ұмытыңыз. Сонда ғана екі есе пайда түсетін болады. Менің каналыма тіркеліп, жазылып қойыңыздар. Бай, қуатты болайық.